Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге Телеграмдағы 5 пайдалы ботты көрсетемін. Яғни сол 5 бот арқылы жұмыс жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін Телеграмға кіреміз. Телефоннан немесе ноутбуктан кірсеңіздер болады. Поискқа бірінші боттың атын жазамын. Ол Bjorn Background. Яғни бұл бот не істейді? Тауып алайық. Bjorn Background, кіреміз, начать дегенді басасыздар. Бұл сіздің кез келген суретіңіздің артқы фонын алады. Астындағы скрипкаға басып, бір суреттеріңізді жүктейсіздер. Кішкене күтсеңіздер, сіздің суретіңіздің артқы фонын алып береді. Міне төменде шықты. Үстін басасыздар. Болды, кез келген жерге қолдансаңыздар болады. Астындағы стрелканы басу арқылы сохранить фотоны басасыздар. Келесі бот, поискқа жазамыз, сканер. Яғни бұл боттың қызметі өте керемет. Барлықтарыңыз бірден тіркеліп алсаңыздар болады. Начать деп кіресіздер, ленг деген басып, тілді таңдайсыздар. Бұл жерде қазақ тілі жоқ, бірақ орыс тілін таңдап, реттеп алсаңыздар болады. Мысалы, астындағы скрипканы басу арқылы кез келген сурет пішінді тексті жүктейміз. Мысалы, менде скриншот бар, бір комментарийдің. Соны жүктеймін. Астында менде жазбаша түрінде шығарып береді осы тексті. Аламында скопировать етіп алам, кез келген жерге қоюға болады. Сондықтан пайдаланып көріңіздер. Енді үшінші пайдалы бот, ол бот Алеша деп аталады. Өте керемет бот. Тіркелесіздер, тауып алғаннан кейін начать деген кнопканы басасыздар, төмен жақта тұр. Старт деп шығады. Енді осы жерде кез келген бір сөзді жазбаша жазасыздар. Жазбаша жазған кезде сіздерге аудио түрінде шығарып береді. Ол үшін сменить голос деп басасыздар төмен жағында, және бір дауысты таңдайсыздар. Мен Алешаны таңдадым. Кез келген тексті жазамыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы каналымда түрлі пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Сондықтан дәл қазір видеоның астындағы подписаться кнопкасын басыңыздар. Қараңыздар, аудионы тыңдаңыздар. Привет. Подпишись на мой канал. Осылай кез келген сөзді аудио түрінде ауыстыруға болады. Төртінші бот Save as bot. Яғни бұл жерде Pinterest'та кез келген видеоның сілтемесін қою арқылы видеоны өздеріңізге сақтап аласыздар. Pinterest'тен жазылмайды ғой видео бірден. Сондықтан өзіңізге ұнаған видеоға кіресіз. Мысалы, бірінші видеоға кірейік, сілтемесін аласыздар. Скопировать ссылку. Телеграмға өтесіздер де сілтемесін Save as bot ботына саласыздар. Міне 1 минуттан кейін сіздерге видеоны шығарып береді. Осы видеоға кіріп, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Кез келген жерге қолданасыздар. Өте жақсы бот, тіркеліп алсаңыздар болады. Және соңғы 5-ші Телеграмның өзіндегі бот. Мысалы, мен каналыма кірем, осы Гүлфия Ербовна деген каналыма тіркеліп алсаңыздар болады. Собачка, вид, содан кейін YouTube каналдарыңыздың атын жазасыздар. Мысалы, собачка, вид, Гүлфия Ербовна. Яғни, мен YouTube каналымдағы барлық видеоны шығарып береді. Кез келген видеоны таңдап, кез келген Telegram каналға немесе чатқа жібере аласыздар. Осы мен 5 ботпен бөлістім. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.